Қайырлы түн, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін марафонның заңы ережесі бойынша бүгін бір продуктпен таныстыруым керек. Енді қараңыздар, бүгін сіздерге мен жаңа осының алдында эфир жасаған едім, сөйтсем оным сақталмай қойды. Бүгінгі өнім алоэ. Енді қараңыздар, бұл алоэ дегеніміз не? Ең бірінші осы алоэ туралы мен сіздерге 3 факт айтып кетейін. Ең біріншіден сіздер бұл алоэны ашқарынға ішесіздер. Ашқарынға ішесіздер. Алоэ дегеніміз судың, организмдегі судың балансын реттейді. Одан кейін организмді ылғалдандырады. Енді өзім жазуым, өзім түсінбей қалдым ғой. Екіншісі противовоспалительный эффект. Қабынуға, суыққа қарсы. Одан кейін ішек құрылыстарын тазалайды. Және де помогает восстановить кислотность. Қышқылдықты қалпына келтіреді. Енді қараңыздар, бұл алоэның құрамында не бар? Алоэның құрамында алоэның сығындысы және де витамин В3. 200-ге жуық пайдалы микроэлементтер мен аминокислоталар бар. Енді қараңыздар, бұл алоэ дегеніміз, қазір мен теория жүзінде айтып кетейін. Содан кейін енді шөптік сусын. Енді қараңыздар, ас қорыту жүйесін жақсартады деп айттым. Құрамында алоэ бар. Ас қорыту жүйесінің табиғи жұмысын қолдайды және де ас қорыту процесін ынталандырады. Сәлем, Динарка, қалайсың? Ана марафонының тапсырмасы бітпей, сонымен эфирға түнделетіп шығып отырмын. Ұйқым кеп көзім ашса да, өйткені тапсырмам орындалмай қалайын деп тұр. Енді қараңыздар, бұл алоэның 3 түрі бар. Классический, манго және клюква. Мен ылғи мына клюква түрін алам. Енді қараңыздар, классический дегеніміз кәдімгі алоэда, клюквада кішкене фруктовый дәмі бар. Сосын манго деген түрі бар. Мұнда асқазаны ауыратындар, рахмет, асқазаны ауыратындар, жаңағы асқазанында гастрит, язвасы бар адамдар манго түрін алып ішеді. Енді қараңыздар, менің өзімнің тәжірибемнен айтатын болсам, мен енді өзім тәжірибемен бөлісейін, я? Мен жаңа ғана осының бәрін айтып салған едім, сақталмай қалған ғой эфирім. Енді қараңыздар, мен өзімнің практикаммен бөлісейін, я? Мен азанда оянған кезде менің бетім шылқыға май болып тұратын. Бетім прям шылқыға май болатын. И содан кейін мен ойлайтым, это нормально, наверное, у меня комби кожа деп ойлайтым. Бірақ комби емес, меніңкіда майым, бетім түгел майланатын. Содан кейін менің жаңағы Қытайдан көшіп келген бір қазақ қыз бар да, мен танысым. Сол қызға мен массажға бардым. Массаж жасайды екен да, Қытайдан көшіп келген, деп, давайте деп, сонымен жаңағы қыздың мен массажына бардым. И сол кезде сол массаж жасап атқан қыз айтты, сіз бауырыңызды тексертіңіз деді. Я, жарайды дедім. И содан кейін мен ол кезде білген жоқпын. Жарайды, тексерем деген кезде уақыт өтіп кетті. Содан кейін ровно бір апта өткеннен кейін екінші аптада менің бетімнің мына жерлері құрғап бастады. Қазір
дәл сосыннан кейін сіздің бауырыңызды қандай да бір бауырыңызбен сұрақтарыңыз болса, мына бетіңізге мынандай, мына жерде менде біреу тұр. Бүйтіп ұстасаңыз білінеді, ақ точкалар шығады. Егер сіздің бетіңізге, көзіңіздің айналасына ақ қандай кішкентай ақ точка болса, угри сияқты, бірақ ақ точка жировик деп қояды. Вот сол сіз дұрыс тамақтанбасаңыз, сіздің бауырыңызды май басқан болса, қандай да бір сіздің бауырыңызда ақаулар болатын болса, сондай точкалар шығады. Мысалға мен қазір енді арасында үзіліп қалады, енді арасында кейде мысалға ораза кезінде мен ішкен жоқпын. Жоқ, іштім. Просто арасында үзіліп қалады да, мысалға. Бір күн ішпей қалуы мүмкін деген сияқты. Сол уақыт, мысалға менің қазіргі уақытта мына жерім ғана майланады. Бетімнің осы жері ғана майланады да, мына қалған жерлердің бәрі құрғақ болып тұрады азанда. Демек, менің бауырыма көмектесті деген сөз. Енді қараңыздар, ең бірінші бұл Гербалайфтың жаңағы завтрагы бар ғой, ең бірінші алоэ кетеді, одан кейін мынау алоэны ішесіздер ең бірінші, одан кейін міне шай. Екеуін мынаны бірінші ішіп аласыздар, бірақ естеріңізде болсын, қыздар, алоэны мысалға бізге клубта қыздар келетін. Ана, видимо, жаурайым даладан келгеннен кейін ыстық қып құйып бер дейтін, прям ыстық қып құйып бер дейді. Олай болмайды. Ыстықтай ішпейсіз. Егерде ыстықтай ішетін болсаңыз, мына алоэдің құрамындағы витаминнің бәрін өлтіріп жібересіз, жойып жібересіз. Ал мына шайды ыстықтай іше бересіз. Мына алоэді ішкеннен кейін шамалы бір 10 минут уақыт беріңіз, одан кейін барып шайды ыстықтай ішсеңіз болады. Шайды ыстықтай ішсеңіз, мына денеңізден сорпа теріңіз шығарады. Сосын бір айта кететін жайт, давлениесі бар адамдар шайды ыстықтай ішпейді. Шайды салқындатып ішеді. Неге? Себебі оның құрамында кофеин бар. Дұрыс па? Энергия беретін құрамында бар. Сол себепті давлениесі бар адамдар жылы, салқын, комнатный температура ішесіздер. Хотя бы жылы ішесіздер, но біз сияқты ыстық қып ішпейсіздер. Содан кейін айта кететін жайт, мына алоэны чайды ішіп бастаған кезде сіздің мына зат алмасу, мына ішек құрылыстарыңыз тазарып бастайды. Енді былай қалай айтсам болады екен. Енді зат алмасу деген уже түсініп тұрсыздар, иә? Демек, уже сіздерде запор болмайды. Сол түсіндірдім деп ойлаймын. Жаңа бұның алдында орысшада салған едім. Жаңа Динара деген қызым қазақша түсінбейді, менің орысша түсінеді. Аты да, заты да қазақ, бірақ қазақша түсінбейді. Сол қызға арнайы орысша жасап едім. Сол Құдайдың өзі соған қарсы болды ғой деймін, эфирім сақталмай қалды. Тағы да бір қорытындылай кетейік. Алоэны сіз аш қарынға ішесіз, одан кейін 3 факт емес, немесе одан да көп екен. Қараңыз, ең бірінші сіз алоэны аш қарынға ішесіз, тек қана. Екіншіден, судың балансын реттейді организміңіздегі, содан организміңізді ылғалдандырады. Одан кейін противовоспалительный, суыққа, жаңағы қабынуға қарсы. Демек, организміңізға витамин береді, енді ауырмайсыз да сіз. Одан кейін асқазандағы қышқылдықты қалпына келтіреді, ас қорыту жүйесіне көмектеседі. Сосын қараңыздар, мен осы Гербалайф завтрагын ішіп бастағалы бері мен ауырмайтын болдым. Мен грипповать етпейтін болдым. Мысалға, бұрында мен ауыратым, мен прям температурам көтеріліп, жөтел, ина мұрным менде прям айлап жүретін. Мен өзім грипповать етсем де, мен жөтелген кезде енді страшно жөтелетін едім. Менікі прям өзім жазылсам да, менің мынау жөтелім айларға созылатын. И сосын біреу мұрным прям айлап кетпейтін. И сол үшін я старалась ауырмауға, но все-таки ауырып қалатын едім. И сосыннан кейін қазір менде ондай жоқ. Мен постоянно тамақ. Октябрьден бастап мартқа дейін мен тамақпен алысатын едім. Құдайға шүкір. Қазір мен тамақ дегенді қойдым мен. Тамақ деген нәрсе, мынау тамағым ісіп, мынау даусым шықпай қалатын. Если маған сенбесеңіздер, менің коллегаларым прекрасно біледі. Мен әкешем, сіңілдерім білет мен қалай тамақпен алысатынымды.
прям пшикалка деген мынандай тамақ ауырған кезде мынандай соратын леденцилар прям үйде тұратын. И сосын жаңағы біреу амбробене үзілмейтін біздің үйде, потому что мен ананы ішетін едім. Жөтелген кезде енді мен айта алмаймын мен қалай жөтелетінімді. Аллаға шүкір, негізі Гербалайф мен денсаулығыма өте көп пайдалы нәрсе берді. Жарайды, көп сөйлемейін, әдептен озбайын, сағат уақытта уже 23:42 болыпты. Ертең воскресенье ғой деп кішкене еркелеп жүрмін. Мен еркелеген қызым да еркелеп жүр. В общем, сол сіздермен бөлістім. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып, және де дайректқа жазсаңыздар болады. Сосын қараңыздар, осы суға байланысты қазір мына жерде не жазылған екен, соны мен сіздерге оқи кетейін, иә. Енді қараңыздар, распространенный миф. Чем больше воды мы пьем, тем труднее становится почкам. Негізі суды біз көп ішкен сайын біздің бауырымызға ол зиян дейді. Почка, бүйрекке ол зиян дейді да. Енді қараңыздар, керісінше судың жетіспеушілігі біздің бүйрегіміздің жұмыс істеуіне және де бауырымызға салмақ түседі дейді. Обезвоживание препятствует самоочищению и способствует накоплению токсичных отложений в организме. Организмдағы судың аз болуы, организм өзіңнің тазаруына және де токсиндердің организмде жиналып қалады дейді. Шығуына шықпайды дейді. Одан кейін, когда организм испытывает недостаток воды, мы начинаем чаще чувствовать голод и более охотно едим сладости дейді. Біздің организмімізде су жетіспеушілігі болған кезде біздің қарнымыз өте жиі ашып, және де біз тәттіге құмар боламыз. Одан кейін, алкоголь обезвоживает организм, поэтому старайтесь выпить стакан воды перед употреблением напитка, содержащего алкоголь. Енді қараңыздар, жаңағы алкоголь ішетін адамдар олар ішеді, оған біз никак тосқауыл қоя алмаймыз. Сол себепті жаңағы алкоголь ішетін адамдар ішер алдында бір стакан суды ішіп алыңыз дейді. Енді курение сигарет тоже ускоряет вывод воды из организма. Демек, темекі шегу де сіздің организміңіздегі судың шығуына әсер етеді. Енді қараңыздар, мысалға, кофе ішкен кезде де, сіздің организмдеріңіз кофе ішкен кезде де сіздер бірден ошын шыққыларыңыз кеп тұрады, Ол нені білдіреді? Демек, кофе ол тоже организмдағы суды шығарады. Мысалға, түріктердің киноларында көресіздер ғой, кофемен қатар су алып келеді. Сосын, например, тоже неге барған кездерде, мысалға, алдында мен бір құдай-ау, атын ұмытып қалдым. Ұят болды енді бұның. Бір отельден барып, жаңағы не іштім, кофе заказ беріп іштім. Сол кезде кофеге су қосып берді. Құдай маунас. Ұмытқалым. В общем, сол мен сіздерге айттым. Бұл алояның құрамында 200-ге жуық микроэлемент пен аминокислоталар бар екен, және де энзимдар бар дейді. 200-ге жуық. Сосын жаңағы мен бөлсе кетейін. Мен, в общем, біз неге бардық? Шафранға бардық. Негіз жақсы көреміз, негіз шафранға барып тұрамыз. Шафранға барған кезде мен всегда не жейм? Атнет. Цомян жейм. Мұнандай ғой порциялар, тарелкасы мұнандай болса, мұнандай ғып әкеп тұрады. В общем, пицца, бір штук пиццамды қосып тұрып, анау немді таусып тұрып жеп алдым. Цомянымды. Оның сыртынан ташкентский чай кетті, одан кейін пирогпен не кетті, в общем, лимонад кетті, мына жағым битіп прям.
Сонымен оның ертесі менің в общем асқазаным ауырды. Сол кезде мен 1 ложка ішетін едім. 2 колпачок алып ішіп алдым. Содан менің асқазаным шәйттай қойды. Жарайды, онда қайырлы түн. Жата көп сөйлеп кеттім. Әдеттен озбайын. Сау болыңыздар.